достар, Қытайдан осынша заттар келді, бірге ашып көрейік. Бұл осындай, міне жерге қойғанда, міне менің иығымнан асады. Бұл вешалка жиналмалы, яғни бұл құрбымның заказы алғыр жолы кешігіп келді, алғыр жолы заказдарынан. Бұны ашпай ақ қояйын, енді жиналмалы. Осындай коробка, ішінде бірнеше доллар тастапты. Сол себептен ашпай қоя тұрады. Ал енді кеттік. Яғни бұл зат бритва. Мынау бізде мұрт өсіп кетеді ғой қыздарда. Біз салонға барып арнайы соны алдырамыз ғой, жіппен жұлып береді ғой, пинцетпен жіппен. Вот мынау сондайды жұлатын аппарат. Осындай 105 нұры бар, өзінің инструкциясы бар екен қағазда. Бұл менің өзіме берген екі түсті футболка болатын, біреуі серый, біреуі ақ. Давайте бірге ашып көрейік. О, материалы не деуші еді? Трикотаж материалы осындай. Еще мынандай резиновый екен. Қандай күшті, жұмсақ қандай материал осындай күшті. Әдемі екен, иә? Осы және де ақ түсі бар. Енді ақ түсін аштап қояйық. Келесі. Менің алдыңғы видеомда айтқан болатынмын. Жаңағы Қытайлар нәски салып жіберіпті деп білесіздер ма? Қытайлар мені алдап нәски салып жіберіпті деген едім ғой. Сол кезде осыны алғандарға, мынау футболдың киімі ғой, осыны алғандарға нәски андай кольфи бар ғой, сондай сыйлыққа берілген болатын. Мінекей. Міне Ливерпуль деген андай футбол команданың киетін киімі, футболға арналған. Мынандай Найктың несі бар, эмблемасы бар, осындай. Алды замокпен ашылады екен. Сосын келесі бұл жерде шалбары. Көрейік. Опо, мінекей. Мінекей, осындай шалбары. Замок қалтасы бар екен. Мінекей, эмблемасы тұр. Осындай. Двойка. Бұл жерде рюкзак сумка. Бұл қайнапамның берген заказы болатын баласына мектепке ұстауға. Замоктар жасап тұр. Іші сондай кең екен, мінекей, осындай Найктың сумкасы. Мына жақта бір үлкен замогы бар. Одан кейін мына жерде екінші замогы бар екен. Сосын мында үшінші замогы бар. Тура суреттегідей болып келді. Қазіргі хит болып жатқан бұл мини стиральный машина дейміз ғой, сондай. Бұл да қайнапамның заказы болатын. Қазір бірге ашып көрейік. Осындай шнур, не деуші, трубасы бар екен, су ағызатын. Мынандай қағазы, инструкция жазылған қағазы бар екен. Тоққа тығатын зарядтағышы бар екен. Мынандай кептіруге арналған, сығуға арналған осындай несі бар екен. Заты бар екен. Сосын мынандай крышкасы бар екен, бетін жабатын. Ал, бісміллә. Ал көрейік. Мына жерде таймер бар екен, уақыт 1 минут, 10 минут, 5 минут деген осы жерде қосылады екен. Мына жерде су ағызатын шүмегі бар екен, жаңағы мына трубаны қосып ше. Мына жерге жаңағы зарядтағышы бар екен, зарядқа қосатын. Осындай мини стиральный машина. Бұл еще былай. Мына табан еще жабысады екен. Табанда мына жерге жабысып қойғанмын ғой. Жабысады екен. Сосын мынандай ұстайтын шелек сияқты былай. Ұстап беруге болады. Неке жаңағы қақпағы. Бұл да менің қайнапамның заказы. Яғни бұл контейнер. Бұл контейнер балға шеге салып қоюға арналған контейнер. Мінекей мынандай бұл ашылар екен, мынандай шуруп, майда шеге салуға болады екен осындай жеріне, міне, мынандай жеріне. Осындай крышкасы. Сосын мына жерде екі ашатын жері бар. Мынандай бар екен алынатын. Осындай зат. Пластиктің несі шығып тұр екен. Ішіне біраз зат кейін екен. Мына жеріне құлып салып қоюға болады екен. Мына жерде мынандай тесік құлып салып қоюға арналған
шашылып қалмас үшін или ешкім ашпасын, балалар ашып тастамасын деген ой болса, осы жеріне құлып салып қоюға болады екен. Ер адамдарға сыйлық қылып жасауға күшті подарок екен, баршаңызға көп рахмет. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген распаковкалар болады. Достар, тағы бір зат көрсетуге ұмытып кетіппін. Бұл жерде енемнің заказ берген чемоданы. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, орташа размерде. Яғни бұның сыртында коробкасы болған. Бұны енді біз тастап кеттік складқа. Осындай керемет чемодан.